дыбыстар болуы мүмкін. Себебі балдар үйде болған кезде мен жалпы сенімен жүздесу маған өте қиын. Бүгін біздер сенің көздеріңе қараймыз. Хорошо, кішкене көз күдімі, көзіңдегі артық нәрселерді алып тастау деген сияқты манипуляциялар жасаймыз. Бисмилля, бастаймыз. Так, ең әуелі көзіңдегі
көздеріңнен, көзіңді кішкене көздеріңді кішкене тынықтырай, хорошо. Сен енді қазір менің маңдайыма қарашы, мысалы мұрын деп көрсете, так что менің екі қасымның ортасына қарап отыр. Сен мені осы қабағымның екі қасты ортасына қара. Мен жан-жақтан неше түрлі манипуляция жасаймын, қолдарымен сен оған мән берме. Бірақ мен саған қандай саусақ көрсетем, точнее неше саусақ көрсетем, сен соны атайсың, хорошо? Все, кеттік. Дұрыс. Машалла, машалла. Дұрыс. Дұрыс. Так, жеңім ашылып қалып жатыр. Дұрыс. Дұрыс. Умничка. Все, болды, фокусталып тастай бер маңдайымды. Машалла. Так, бисмилля. Енді. Қызымдікі сұрап алдым. Так, бисмилля. Қазір мен осыларды көрсетем. Сол кезде сен анық жағдай мен неше карандаш ұстап тұрмын және қандай түстер, хорошо? Бұл фокус деп, яғни көздің назарын аударту. Жалпы көздеріңе одан рахат болады енді маған сен. Все, бисмилля. Так, бисмилля. Так.
қателесуге қорықпа. Ақшыл көк, ақшыл көк, ақшыл көк, оранжевый, голубой оранжевый, голубой оранжевый, голубой оранжевый. Біздер бар ғой енді, қазақпыз ғой, бірақ білмеймін енді. Все-таки СССР бізге әсер етті. Отыз плюс жастағы көп қазақтар шала қазақтар сияқты. Енді мен тырысамын күнделікті өмірде таза қазақша сөйлеуге, бірақ кейде осындай бір түстерге келгенде я бір заттарға, мысалға пинцеттің қазақшасы бар ма не, білмедім. Мынау ватные палочкидің қазақшасы бар ма, құлақ шұқимыз ғой әшейін, құлақ шұқиды деп атай ма не деп айтады, сондай нәрселерде қиын. Бірақ Аллах тағала біздерден оны талап етпейді. Біздерден Аллах тағала тіліңді жаңағыдай идеально білген үшін жәннатты уәде етпейді. Аллах тағала өзіне құл болған кезде, сол кезде жәннатты уәде етеді. Біздерде андай құндылықтар, приоритеті қоя білуіміз керек. Тілді біз құрметтейміз, жақсы көреміз, тырысамыз. Бірақ кейде шалалықтар болады. Бірақ тап соған келгенде, тілге келгенде, мысалға өйтіп қатып қалмаймыз. Қай кезде қаттылық танытамыз? Аллахтың шариғатына келген кезде, қарапайым өмірдегі тілге келген кезде енді жұмсақтық танытамыз. Біздердің балаларымыз солар таза қазақша сөйлеп кетеді. Енді біз басқа заманның адамдарымыз, біздер кішкене орысша араластырамыз. Менің балдарым мысалға альхамдулилля көп жағдайда қазақша сөйлейді. Мысалға олар мысалға, негізі сондай бір терминдерді қосады олар. Қызық кезде күйеуіміз екеуміз таң қаламыз. Альхамдулилля. Самый главный нәрсе ля иляха иллаллах. Жүректе ля иляха иллаллах болған кезде все нипочем, иншалла, бәрі жақсы болады. Сары түске кішкене назар салып жібер, хорошо? Так, осы фломастерді кішкене фокусыңды осыған қой да көзіңді бұрай, хорошо? Так, бисмилля.
жіберейік.